сәлем, сіздермен жол болғыш және бұл 117 кітапқа қысқаша шолу және мені табиғаттағы кітапқа алғашқы қысқаша шолуым десе болады. Бұл 17 кітап Цуньоси Нодзи Тойота Путь к совершенству атты кітап. Өте керемет кітаптардың бірі. Маған шынымен қатты ұнады және прикладной кітап дейді ғой, сондай өмірде қолданатындай, жай ғана оқып тастап кететін кітап емес, өмірде шынымен қолдануға болатын кітаптардың бірі. Егер бұл кітап туралы айтатын болсам, қысқаша, мүлдем көлік шығару туралы ештеңе білмейтін адам қалай нөлден бастап толықтай керемет сапалы көлік шығарды, сол туралы. Яғни Toyota деген компанияны қазіргі таңда бәрі біледі, олардың көліктерін айдайды және бұл жапондық фирма болғандықтан өте сапалы деген, қалай айтса болады, өте сапалы деген оймен ассоциация пайда болады. Және Toyota негізі басында ол қала екен, сол қалада машина шығаратын зауыттарды алғаш салған болатын. Және де бұл кітаптан бірнеше идея алдым десе болады өзіме. Олардың бірі, ол мысалы Toyota компаниясында жұмыс істейтін адамдар жай ғана жұмыскерлер емес, яғни олар айтады, көбінесе Америкамен салыстырғанда, Америкада жақсы жұмыс істейтін адам, қолым талпады. Америкада жақсы жұмыс істейтін адам, ол бастық не айтады, соны қалай айтса болады, соны нақты орындайтын адам, ол Америкада өте жақсы жұмыскер. Яғни бастық не айтса, соны істейді, бірақ одан артық ештеңе істемейді және өз басымен ойланбайды. Бұл Американың стандартына сай өте жақсы жұмыскер адам. Ал жапондық система бойынша, әсіресе Toyota компаниясы шығарған система бойынша, әр жұмыскер өзінің басымен ойлану керек. Егер жұмыскер өзінің басымен ойланбаса, онда одан ешқандай пайда жоқ. Және тек бастықтың айтқанын бұлжытпай орындайтын адамнан онда жұмыскер ешқандай пайда жоқ. Өйткені егер бүкіл жұмыскер ондай болса, онда компания ешқашан дамымайды дейді. Мен бұл оймен өте қатты келісемін деуге бола ма? Мен бұл оймен келісемін. Өйткені шынымен де егер адам өз миын қолданбаса, онда одан ондай жұмыскер ешқандай пайда жоқ. Міне. Және де шынымен де адамның қолынан бәрі келеді екен. Өйткені Toyotаны қазір біз өте танымал компания деп білеміз, бірақ бұл кітапты оқысан, Японияда машина шығаруға арналған ештеңе болмады, ешқандай зауыттар болмады. Бірақ олар қазіргі таңда ең танымал көлік шығаратын компанияға айналды. Міне, осындай ой түйдім. Егер ұнаса лайк басып комментарий жазуды ұмытпаймын. Және далада, тыныш жерде сүру керек сияқты, жолдың бойында емес. Кітапханадан жаңа шығып түсіріп жатқан видеом, сондықтан араларыңызда оқыған адамдар бар болса, өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.